Аузу биллахи минаш-шайтанир режим. Қазақша Құран оқу. Ад-Духан сүресін оқуды жалғастырамыз. 17-ші аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Біз олардан бұрын перғауынның қауымын да сан қилы азапқа салып сынаған едік. Оларға да ардақты пайғамбар келген болатын. Пайғамбар оларға: қол астыңдағы Алланың құлдарын маған табыстап қоя беріңдер. Шүбәсіз мен өздеріңе келген сенімді пайғамбармын. Ендеше менің пайғамбарлығымды жоққа шығару арқылы Аллаға қарсы келуші болмаңдар. Мен сендерге ап-айқын дәлелмен, мұғжизамен келдім. Мені тас боранның астына алуларыңнан сақтай көр деп, менің де Раббым, сендердің де Раббыларың болған Алладан пана тілеймін. Егер де маған иланбасаңдар, онда маған тиіспей жайларыңа жүріңдер деді. Сонда Мұса алейхиссалам: уа Раббым, бұлар шынында да барып тұрған күнәһар қауым екен деп, Раббысына жалбарынып медеттіледі. Ақырында Раббысы Мұсаға: құлдарымды ертіп, түнделетіп жолға шық, өйткені соңдарыңнан сөзсіз қуғын түседі деп аян берді. Сөйтіп Мұса қауымымен бірге түнделетіп жолға шығып, Раббысының қолдауымен теңіздің арғы бетіне өтіп алған соң, Алла оған: ал енді теңізді осылай ортасынан қақ жарылған қалпында қалдыр, өйткені қуғыншылар жаппай су түбіне батып кететін әскер деп аян берді. Су түбіне кеткен перғауын мен шонжарлары арттарында қаншама көз жауын алатын бау-бақшалар мен суы балдай қайнар бұлақтар қалдырды десеңші. Сондай-ақ арттарында қаншама егістік жерлер, қаншама жанға жайлы салтанатты сарайлар және басқа да рақатына батып қызығын көріп отырған қаншама ағыл-тегіл нығметтер қалды десеңші. Иә, солай болды. Ақыр соңында аталмыш нығметтерді басқа қауымға, Исраил ұрпақтарына мұра етіп қалдырдық. Көкте де жер де оларды жоқтап жыламады. Өздері тілеп алған азап үкімі шыққан соң оларға мұрсат та берілмеді. Ал Исраил ұрпақтарына келсек, шүбәсіз біз оларды қор ететін азаптан құтқардық. Перғауыннан құтқардық. Шүбәсіз ол тым тәкаппар, һәм шектен шыққан озбыр еді. Біз Исраил ұрпақтарының мерейін Мұса және одан кейін келген Дәуд, Сүлеймен сынды пайғамбарлар дәуірінде өзге қауымдардан ілім негізінде үстем қылдық. Яғни сол дәуірлердегі Исраил ұрпақтарының сенімі мен рухани деңгейінің өзге қауымдардан әлде қайда жоғары екенін білгендіктен олардың мерейін үстем қылдық. Біз Исраил ұрпақтарының мерейін Мұса және одан кейін келген Дәуд, Сүлеймен сынды пайғамбарлар дәуірінде өзге қауымдардан ілім негізінде үстем қылдық. Яғни сол дәуірлердегі Исраил ұрпақтарының сенімі мен рухани деңгейінің өзге қауымдардан әлде қайда жоғары екенін білгендіктен олардың мерейін үстем қылдық. Сонымен қатар оларға көптеген мұғжиза бердік. Сол мұғжизаларда олар үшін анық сынақ бар болатын. Ал мына меккелік мүшриктер болса бүй дейді: біз бір-ақ рет өлеміз, одан кейін біз үшін қайтадан тірілту деген жоқ. Егер айтқандарың рас болса, қане ата-бабаларымызды тірілтіп әкеліңдерші көрейік. Олар мықты ма, жоқ әлде Тубба халқы және өздерінен бұрын өткен өзге қауымдар мықты ма еді? Біз сол мықтылардың бәрінің көзін жойдық. Өйткені олар күнәға белшеден батқан, барып тұрған тозаққа қауымдар еді. Біз аспан әлемі мен жерді және екеуінің арасындағы бар жаратылысты ермек үшін жаратпадық. Біз оларды ақиқат, хикмет һәм теңдесі жоқ мінсіз жүйе негізінде хақ мақсатта жараттық. Алайда олардың адамдардың көбі мұны білмейді. Ақиқат пен жалғанның, мүміндер мен кәпірлердің ара-жігі ажыратылып, кесімді үкім шығарылатын күн, күллі адамзаттың ғарасат майданына жиналатын күні. Ол күні достың досқа мысқалдай да септігі тимейді. Сондай-ақ ол күні жан баласына жәрдем көрсетілмейді. Алайда Алланың өзі рақымына бөлеген жандардың жөні бөлек. Шүбәсіз Алла азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Расында заққум ағашы күнәһарлардың азығы. Ол күнәһарлардың қарнында бейне бір балқыған мыстай қайнайды. Іштерінде су қайнағандай бұрқ-сарқ қайнайды. Әй азап періштелері, күнәға белшесінен батқан тозаққа кәпірлерді жалындаған жаһаннамның қақ ортасына сүйреп апарыңдар.
Содан соң бұрқ-сарқ қайнаған азап суын тас төбесінен құйыңдар. Содан кейін әлгі кәпірге: ал енді жаһаннам азабының дәмін тат. Сен дүниеде өз пайымдауыңша бәрінен үстем әрі құдіретті һәм асыл текті бекзат емес пе едің? Сендердің өздеріңше күмәнмен қарап жалғанға шығарып келген нәрселерің міне осы делінеді. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым ететін, оның алдында асылық етуден барынша сақтанатын тақуа жандар болса, азап атаулыдан ада, қауіпсіз жерде болады. Олар жұмақ бақшаларында, бастаулардың басында болады. Үлбіреген жұқалтым жібек пен жалтылдаған атластан тігілген киім киіп, яғни үлде мен бүлдеге оранып, орынтақтарға шалқая түсіп, мейірлене бір-біріне қарасып отырады. Иә, солай. Сондай-ақ оларға құралай көз хор қыздарынан пәк жұбайлар нәсіп етеміз. Олар онда ешкімнен һәм еш нәрседен қорықпай, һәм қысылып қымтырылмай жайбарақат отырып, көңілдері соғатын жемістер мен нығметтердің түр-түрін алдыратын болады. Олар жалған дүниемен қош айтысарда дәмін татқан, алғашқы өлімді былай қойғанда, онда өлімнің дәмін әсте татпайтын болады. Сондай-ақ Алла оларды жалындаған жаһаннам азабынан мәңгі бақи сақтайды. Міне бұл Раббыңның тақуа құлдарына деген шексіз шарапаты, зор жетістік, толайым табыс деген міне осы. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, құлдарым осынау зор жетістікке жету үшін ақылға салып ойлансын һәм лайықты түрде ғибрат алсын деп, осынау Құранды тілін жатық қылып өз тіліңде түсірдік. Егер олар сонда да күпірлікте табандайтын болса, онда көп кешікпей-ақ бастарына туатын азапты күнді күте бер. Өйткені оларда сенің сөзің мен дағуаңның өтірік болып шыққанын күтуде. Келесі Әл-Жасия сүресі. Әл-Жасия аудармасы тізе бүккендер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим. Бұл азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әр ісімен әрі көмі көптеген хикметтерге негізделген теңдессіз, даналық иесі Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Шүбәсіз күллі аспан әлемі мен жерде мүміндер үшін Алланың құдіреті күшті жалғыз жаратушы екенін көрсететін нақты дәлелдер мен анық белгілер бар. Сендердің жаратылыстарыңда сондай-ақ Алланың өзге де алуан түрлі тіршілік иелерін жоқтан жаратып, оларды жер бетіне жүйелі түрде жаюында Аллаға қалтқысыз иланатын қауым үшін нақты дәлелдер мен ап-айқын белгілер бар. Сондай-ақ түн мен күннің бір ұзарып, бір қысқарып, алма-кезек алмасуында, Алланың аспаннан ризық түсіріп, яғни жауын жаудырып, сол арқылы өлі жерге жан бітіруінде және желдерді мұң құбылтып, әр түрлі бағытта һәм сипатта соқтыруында, ақылға салып ойлана білетін қауым үшін көптеген дәлелдер мен анық белгілер бар. Міне, болмыстағы аталмыш аяттар сияқты Құрандағы осынау аяттар да Алланың айқын аяттары. Біз оларды саған ақиқаттың нақ өзі ретінде Жебірейіл арқылы оқып берудеміз. Олар Аллаға һәм оның осынау ап-айқын аяттарына иланбаған соң басқа қай сөзге иланады дейсің? Ендеше күнәға белшесінен батқан әрбір жалақор кәззаптың жағдайы қандай өкінішті десеңші. Ол өзіне оқылатын Алланың аяттарын естиді. Сөйте тұра менмендігі ұстап, түк естімегендей күпірлікте табандайды. Ендеше оны жан төзгісіз азаппен сүйіншілей бер. Ондай бейбақ аяттарымыз жайлы бір нәрсе біле қалса, оны мазаққа айналдырады. Міне соларды қор қылатын азап күтуде. Ал арттарында жалын атқан жаһаннам бар. Оларға тапқан таянғандары, яғни мал дүниесі, бала шағасы, жеткен жетістіктері мен атақ абыройы да, Алланың орнына дос тұтқан тәңірлері де титтей де пайда бермейді. Олар үшін алапат азап бар. Бұл Құран тура жолға бастаушы, ал Раббыларының ап-айқын аяттарын жалғанға шығарып күпірлік қылғандарға келсек, олар үшін ең жаман, жан төзгісіз азап бар.
Садақаллаху.